Мәдениет қызметкерлерінің төл мерекесінде Құрманғазы ауданының тумасы, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, Қазақстан халық ағарту ісінің озық қызметкері Талапқали Зайноллиннің ерен еңбегі еленбей қалмады. Ұлттық өнерді дәріптеген күйші әрі композитор туралы толығырақ келесі бейнематериалда. Қаршадайынан өнердесі ішкен асын жерге қоятын Талапқали Зайноллин 6 жасынан бастап домбыраға бестеніп, оны ерте тартып үйренеді. Алайда өнер жолына түсемін деп ойламаған, тракторист боламын деп жүрген бозбаланы Азғыр өңіріне гастрольдік сапармен келген белгілі композитор Сейілхан Құсайынов байқап, әуенге күйге деген құштарлығына тәнті болады. Сөйтіп, бала Талапқалиды өзімен ертіп, Гурьев музыка училищесіне алып келеді. Өнерге жүрек таза алып келу керек дейді. Әрбір шығарманы қарағанда ол кісінікі болсын, өзіндікі болсын, сын көзбен ештеңе ойламайды, әппақ жүрекпен барып соны қабылдасаң, сол бұрын естімеген шығармаң да сол жүрекке жеткізесің деп. Сол сөзді мен өтесің. Дирижерден болсын, күй тартқанда болсын, әрбір менсінбеушілік болмайтын болсын, қандай халықтың ортасында отырсаң да, халықтың көңіліне жүрегіне жеткізетін болды. Сол енді, сол ағаның тәрбиесімен өстік қой енді. Оқуды тәмамдаған соң 60 жылға жуық ауыл ауданның мәдениетін өрге сүйреп үнемі ізденісте еңбек еткен. 1986 жылы анасы дүниеден озып қатты қиналған шағында анаға сағыныш атты алғашқы әні дүниеге келеді. Содан бері композиторлық қыры ашылып, бүгінгі дейін 300-ге жуық шығарманың авторы. Шабыты келгенде жағдайын жасайтын, туындысын алғашқы болып тыңдайтын асыл жары Мұғира апай мұны өзіне аса зор бақыт санайды. Енді қазіргі уақыттың өзінде де тамақ ішіп отырғанда бүйтіп отырады да, ішіп келеді. Сосын жаңағы столға барады. Столға барып, жаңағыны 2-3 бетке бірдеңені түртіп қайтып келеді. Сол ертеңіне, елі болмаса жаңағы тамақ ішіп болғаннан кейін жаңағы қайтадан қағаз бетіне шығып, жаңағы музыка болып шығып атады. Енді бұл сөзі жаңағыдай енді далада, көбіне далада жүреді. Мына балаларменен, соның барлығын жұмыспенен арпалысып сөйтіп жүріп, балаларды тәрбиеледік. Жолдасымызды тәрбиеледік, келген қонағында тәрбиеледік. Енді қазір осы бағытта жүріп жатырмыз енді. Шүкірміз. Талапқали Зайноллин ғұмырының 40 жылын ұстаздық қызметке арнаған. Өнерге баулыған шәкірттері бүгінде Қазақстанның түкпір-түкпірінде еңбек етуде. Солардың бірі Сүйіндік орта мектебінде қызмет етіп жүрген кезінде 6-шы сынып оқушысы Алмазия Жахинаның қолына домбыра ұстатты. Кейін музыка колледжіне, консерваторияға оқуға түсуіне ықпал жасайды. Бүгінде шәкіртімен бірге әріптестік қызмет атқарады. Ұстазым өте талапшыл адам. Музыкаға деген жанашырлығы өте жоғары. Осы мәдениет үйі жанындағы жеделі фольклорлық ансамблі және халық ұлт аспаптар оркестрінде қосқан үлесі және де осы оркестрдің дирижерлік қырына да үйреткенде осы Талапқали ағайымның еңбегі өте зор. Бұл кісіге айтар алғысымыз өте шексіз. Кейіпкеріміз Смағұл Көшекбаев атындағы мәдениет үйі жанындағы жеделі фольклорлық ансамблінің, Төлеген Ахметжанов атындағы халық ұлт аспаптар оркестрінің көркемдік жетекшісі. Халықтық өнерді дамытуға үлес қосқан күйші, әуесқой композитор ретінде оған облыстық мәдениет басқармасы 2012 жылы жергілікті композитор деген атақ берген. Бұл енді бір жанр ойынша композиторлықтан ғой енді. Мысалы менің қазір есептеп өзім ұстаздық жұмыс, композиторлық жұмыс, дирижерлік жұмыс, жеке орындаушылық жұмыс. Бұл арағанда ол әлгі қазақта мақал бар, екке менің құйрығым ұстаған соға айтады деген. Мен төртеуін құлағын ұстап жүрмін, бірақ әрі кеатырым адамның өзіне байланысты ғой деп ойлаймын. Талапқали Зайноллин жасы 70-тен асса да, еңбектен қол үзбей мәдениет саласына өлшеусіз үлес қосып келеді. Өнері өрісін кеңейткен, дарыны қарымын арттырған сала үздігінің бай тәжірибесі көпке үлгі болары сөзсіз.
Қымбат Дайырқызы, Ақмоншақ Төреханқызы, Болат Рахметұлы, Атырау телеарнасы, Құрманғазы ауданынан.